Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазір бізге қазақ тілі сабағы. Ұйымдастыру бөлімінде барлығымыз орнымыздан тұрып, психологиялық дайындық жұмысын жүргізіп алайық. Қазақ тілі ашылды, айналамыз ашылды. Қайырлы күн, біз көңілді баламыз. Қайырлы күн, сәлем берсіп аламыз. Мақсатымыз білім алу, міндетіміз еңбек ету арқылы бізге қолды жеткізу. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Енді балалар, өрмекшінің торы әдісі арқылы үй тапсырмасын тексереміз. Өткен сабақта сіздерге ереже жаттауға беріп едім. Қазір сіздерге сұрақ қоям, сол сұрақ бойынша жауап бересіңдер. Айзере, қазақ тілінде неше сөз табы бар? 9 сөз табы бар. Өте жақсы. Айқарагөз, қандай? Зат, есім, стан, есім, сын, есім, етістік, есімдік, қышлау, үстеу, одаға, еліктеу, сөздер. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Бибінұр, зат есім дегеніміз не? Заттың атын білдіріп, күн-күндер, нелер деген сұрақтарға жауап беретін сөз табын зат есім дейміз. Өте жақсы. Ершат, сан есім дегеніміз? Заттың санын білдіріп, қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап беретін сөз табын сан есім дейміз. Өте жақсы. Қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Қандай, Жұмағазы? Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Өте жақсы. Отыра ғой. Есімдік дегеніміз не, Каусар? Зат есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік дейміз. Есімдіктер мен, сен, біз, сіз, ол, өзі, бұл, сол, кім, қанша тағы да басқалары. Өте жақсы балалар. Бүгінгі үй тапсырмасын өте жақсы дайындалған екенсіңдер. Енді балалар, ой қозғау әдісі, мына ребусқа қарайық барлығымыз. Суреттеміз нелерді көріп отырмыз? Ерлік, сәбіз, кітап, үл. Ал осы ребус шешекші, не деген сөз шығады екен балалар? Етістік. Өте жақсы балалар. Олай болса біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз, жаңа тақырыбымыз етістік. Дәптерімізді ашып, барлығымыз бүгінгі күннің жадысын жазамыз. Және өтетін тақырыбымыз етістік. Жаза қойыңдар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты етістік туралы білімдерін толықтырып, кеңейту және оның түрлі құрамы, құрылысы жайында түсініктерін кеңейту. Болса, қаламсағымызды қоямыз. Енді тыңдағым. Бәріміз қарайық. Тақтаға қараймыз. Ай мектеп. Дана, байқадың ба? Көктем келгелі тіршілік оянғандай, далада қимыл қозғалыс көбейді. Аға, не көбейді дейсіз? Қимыл деген қозғалыс, іс-әрекет. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап беретін сөздер, қимылды білдіретін сөздер болады. Мысалы, күн жылынды, қар еріді, бәйшешек шықты, жер көгерді деген сөйлемдердегі жылынды, еріді, шықты, көгерді деген сөздер заттың қимылын білдіреді. Ал енді сен айналадағы өзгерісті қимыл қозғалысты айта ғой. Ағаштар гүлдеді, жыл құстары келді. Балалар құстарға ұя жасады. Мал гүлдеді. Адамдар көшеге жас шыбықтар отырғызды, гүл етті. Ал біз велосипед теуіп жүрміз. Қайталайық. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Адамның немесе заттардың қозғалысын, іс-әрекетін қимыл дейміз.
Мысалы, күн жылынды. Қар еріді. Кәне кім оқып жібереді? Айзере оқи ғой. Көктем мен жазда басына сары қалпақ киеді. Бізге қарай қалпағы қалқып ұшып кетеді. Иә, осындағы етістік қайсы? Киеді. Иә. Дара етістік. Суреттер сөйлейді әдісі арқылы топтық жұмыс жүргіземіз. Қазір сіздерге мен сурет таратам. Осы сурет бойынша сөйлем ойлайсыңдар. Ойлаған сөйлемдердің ішінен етістікті табасыңдар. Түсіндік па, балалар? Иә. Бірінші топ, қараңдар. Мынау екінші топқа, тездетеміз бәріміз үшінші топқа. Жақсы балалар, жұмысымызды аяқтаған болсақ, бәріміз қорғай қояйық. Бірінші топ болдық па? Кел шыға қоямыз. Иә, оқи ғой, Каусар. Әлия киіміңді үтікте. Балалар далада ойнап жүр. Иә, Үтікте болымды етістік, ойнап жүр күрделі етістік. жақсы отыра қойыңдар. Екінші топ. Иә, киімініп оқи ғой. Марат ағаш отырғызды дара етістік. Балалар ағаш отырғызып жатыр күрделі етістік. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Тездетеміз. Иә, Айзере. Сәуле баланы шомылдырды дара етістік. Айгүл баланы жылатпа болымсыз етістік. Тиын ағаштан ағашқа секірді дара етістік. Жақсы, қайсыңдар. Үш топқа от жасу жасап жіберейік. Жақсы. Балалар, етістік дегеніміз заттың ісін қимылын білдіретін сөзді етістік деп айтамыз екен. Және оның сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Сонымен, Каусар, етістік несіне қарай? Етістік құрамына қарай дара және күрделі. Дұрыс айтасың. Етістік құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді екен. Және мағынасына қарай болымды және болымсыз болып бөлінеді екен. Және тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді екен. Енді балалар, бүгін сабағымызды қорытындылау мақсатында ақылды үкі әдісі арқылы кері байланыс бере қояйық. Маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақ бәрінен өте ерекше өтті. Мен бүгінгі сабақтан етістіктің тұлғасына қарай негізгі және туынды, құрамына қарай күрделі және дара және күрделі, мағынасына қарай болымды және болымсыз болып бөлінетінін білдім. Өте жақсы, керемет, иә. Сонымен балалар, етістік дегеніміз заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы екен. Және ол не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді екен. Сонымен қатар балалар, етістік құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді екен. Ал тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді екен. Сонымен қатар мағынасына қарай болымды және болымсыз болып бөлінеді екен. Түсіндік па, балалар? Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, бүгінгі сабаққа толық түсіндім десеңдер, жасыл үкіге, түсініп келемін десеңдер, сары үкіге, мүлде бүгінгі сабаққа түсінбедім десеңдер, қызыл үкіге әкеліп жапсыра қойыңыздар, қолдарыңыздағы қағаздарыңызды.